Зерттеулерге сүйенсек, Қазақстан тұрғындарының әрбір үшіншісі өзінің қаржылық сауаттылығына көңілі толмайды. Казминералс ТВ қаржылық сауаттылық айдарын жалғастыруға бел буды. Бұл жолы банктік несиенің ең танымал түрі тұтынушылық несие жайында әңгіме болмақ. Когда мы провели исследование совместно с нашими партнерами еще в прошлом году, өткен жылы біздің серіктестерімізбен бірге зерттеу жүргіздік. Зерттеу нәтижесі адамдардың күнделікті қажеттілігіне немесе тұрмыстық техниканы, жол тұтынушылық несие қаншалықты көп алатынын көрсетіп берді. Бытовую технику именно на потребительские цели. По потребительским кредитам большой акцент делается Тұтынушылық несие күнделікті қажетті тауарларды, тұрмыстық техника сатып алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар тұтынушылық мақсатта демалысқа несие алуға болады. Ол да тұтынушылық несиенің бір түрі. Демалысқа берілетін ақша деп аталады. Называется деньги на отдых. 2014 жылы 4 миллионға жуық қазақстандық тұтынушылар несие рәсімдеді. Бұл несиені алушылардың көптігін сарапшылар оның шарттарымен түсіндіреді. Алатын ақша мөлшері көп емес, несие қысқа мерзімге беріледі және несиені рәсімдеуде өте қарапайым. Бұл несиені сауда нүктелерінде немесе банкке барып алуға болады. Несие кепілдікті және кепілсіз беріледі. Кепілдікті несие алған борышкер қарыздың қайтарылатынын растау үшін жылжымайтын немесе жылжымалы мүлігін кепілдікке қояды. Мұндай несие 10-15 күнде рәсімделеді. Потребительские кредиты залоговые, они гораздо на порядок дешевле по Кепілдікпен берілетін тұтынушылық несие пайыздық мөлшерлеме тұрғысынан арзандау болып келеді. Неге кепілдіксіз несиенің пайыздық мөлшерлемесі жоғары болады? Банк тәуекелді жабу мақсатында несиенің бұл түріне жоғары деңгейде пайыздық мөлшерлеме белгілейді. Пайыздық несие бойынша бұл процедура ұзақ мерзімді қажет етеді, бірақ сіз бұдан болашақта ұтасыз. Өйткені кепілдікті несие бойынша төленетін ай сайынғы төлеміңіз едәуір төмен болмақ. Платежи ежемесячные по данному залоговому кредиту потребительскому будут намного меньше. Сарапшылар несие алмай тұрып, өз мүмкіндігіңізді тағы бір рет екшеп алуды кеңес береді. Ақша жинауға мүмкін болса тіпті жақсы. Бұл қалай болғанда да арзан түседі. Себебі пайыздық мөлшерлеме алынған заттың бағасын қымбаттатары сөзсіз. Ал егер сұранысты қанағаттандырудың несиеден басқа жолы жоқ болса, алдымен банктердің ұсыныстарын салыстырып көрген жөн. Шешімді содан кейін ғана қабылдаңыз. Несиені есептеген кезде несиелеудің номиналды мөлшерлемесіне емес, сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесіне назар аударыңыз. Оған банктың комиссиялары мен кредиттік төлемдер кіреді. Несиені өтеу тәсілімен мерзімін таңдаған кезде қарызда қанша ұзақ уақыт қалсаңыз, сонша көп артық ақша төлейтініңізді естен шығармаңыз. Ал сараланған төлем тәсілі аннуитетті тәсілден арзанырақ.